Сәлем баршаңызға, құрметті оқырмандар. Бүгін сіздермен осындай керемет кекстердің рецептімен бөлісемін. Бір жасағаннан екі түрлі кекс жасайтын боламыз пісіріп. Бізде біреуі малиновый кекс, біреуі банановый кекс. Өте керемет, жұмсақ әрі тәтті болып шығады. Парақшама тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Бастадық. 5 штук бөлме температурасында тұрған жұмыртқамызға ванилин саламыз. Бір пачка ванилинде бұл жерде 1,5 грамм. Салмасаңыздар да болады, міндетті емес. Енді жақсылап миксермен көбіртіп аламыз жұмыртқамызды. Бізде жұмыртқамыз кішкене көбею қажет. Содан кейін барып қантымызды 2-3 бөлікке бөліп, онда жақсылап осылай көбіртіп миксерлеп алатын боламыз. Енді кезек бізде сұйық майымызды құйып, онда кішкене араластырып миксерлеп аламыз. Ұнымызға алдын ала разрыхлителді салып қосып аламыз, алдын ала кішкене араластырып. Бізде бұл жерде 2 кекс болғаннан кейін ұнымыздың мөлшері көп, сондықтан 3-4 бөлікке бөліп саласыздар. Және де бізде уайымдамаңыздар, бұл неғып қоюланып кетті деп, өз кішкене басында осындай қою қамыр сияқты болады. Және де миксермен араластырып атқан кездеріңізде кішкене қиындау болады. Жақсылап миксерлеп аласыздар. Онда 3-4 бөлікке бөліп салыңыздар. Бізде өте керемет әрі күшті болып шығатын тәтті кекстің рецепті, міндетті түрде жасап көріңіздер. Көріңіздер ме, мына осындай қою қамыр болады. Ең соңына қарай сүтімізді құямыз. Сүтімізде бізде мұздай болмауы қажет. Бөлме температурасында салынатын заттардың бәрі бөлме температурасында болуы тиісті. Міне біздің енді қамырымыз осындай әдемі, сұйықтау, осындай біркелкі болатын болады. Қараңыздар. Енді екі ыдысқа бірді еті бөліп аламыз. Біреуіне 1 штук банан турап саламыз. Немесе ішіне алма салсаңыздар болады, шие салсаңыздар болады, өздеріңіздің қалауларыңызға қарай. Біреуіне мен малиновый жем салдым. Оны да өздеріңіздің қалауларыңызға да салсаңыздар болады. Ыдысымызға сабаламыз. Менде осындай форма, домалақ форма. Бетін тегістеп алып бір шетке қоя тұрамыз. Енді екіншісіне осындай малинаның пюресі, варенье сияқты 150 граммдай осы малиновый варенье қостым. Варенье дегенде малинаны пюре қылып, жаңағы блендермен өткізіп алғанмын. Осындай түстері қызыл, әдемі, күшті болып шығады. Енді менде бұл жерде формочка, осындай ұзын формочкамен пісіріп жатырмын. Кішкене ішін майлап жібересіздер. Бізде масса кішкене көп болғандықтан кішкене алып қалдым. Тағы бәрін құятын болсақ, беті толып, жаңағы дұрыс піспей қалады, сыртына ағып кетеді, көтеріліп атқан кезде. Жаңағы қалған қамырымызды 4 капсула қағазға, кішкене кекстерге арналған қағазға салып, онда пісіріп жібердім. Бетіне кішкене кондитерский дүкендерде сатылатын глазур шоколадын ерітіп бетіне жағып жібердім. Сіздер бетіне сгущенка салсаңыздар болады, варенье жақсаңыздар болады, өздеріңіздің қалауларыңызға қарай. Мен осы ақ түсті шоколадты ерітіп жағып жібердім. Немесе Қазақстан шоколад ерітіп жақсаңыздар да болады. Бетіне сәндеп осындай мактар сеудің. Сіздер жер жаңғақ немесе жаңғақ, грек жаңғағыны турап сеусеңіздер де болады. Міне біздің екінші кексіміз де осындай күшті керемет болып шығады. Кексімізді міндетті түрде формадан суығаннан кейін барып шығарамыз, жарты сағат, 1 сағаттан кейін. Содан кейін барып сахарный пудрамызды сеуіп, сәндеп кесіп аламыз. Қараңыздар, кесілуі өте жұмсақ әрі күшті керемет болып тұр. Іштерінде банандармен өте әдемі әрі дәмді болып шығады. Қараңыздар, қандай жұмсақ болып шыққан. Қазір енді екінші малиновый кексті деп кесіп көрсетемін сіздерге қалай болған. Бұл да өте нәзік әрі жұмсақ болып шыққан. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Парақшамда тағы да көптеген рецептілер бар, көрсеңіздер болады. Осы кекстерді бір дайындап қоясыздар. Кофемен, шайлармен өте күшті кетеді. Осындай жұмсақ әрі нәзік болып шығады. Осымен біздің кекстеріміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Алдағы уақытта көптеген рецептілермен бөлісетін боламын. Назарларыңызға рахмет. Видеоның соңына дейін көргендеріңіз үшін жасап көріңіздер. Арнамнан алыстамаңыздар. Парақшама тіркеліп, қоңырау батырмасыны басып қойыңыздар. Алдағы уақытта рецепт шыққан кезде сіздерге уведомление бару үшін. Осымен біздің кекстеріміз дайын болды. Баршаңызға рахмет.